Армысыздар мен құрметті оқушылар. Бүгінгі тәрбие сағатымыздың тақырыбы мамандықтың бәрі жақсы. Керемет. Мамандықтың бәрі жақсы тақырыбы сендер үшін мектептің қабырғасынан кетіп ертең жаңа өмірге қадам басатын оқушылар сендерге өте керекті тақырып. Қазір сабағымызды бастамас бұрын әдемі шаттық шеңберін жасап, бір-бірімізге әдемі тілек айтайық. Бәріміз қолымызды ұстайық, бір-біріміздің қолымыздан. Бір-біріміздің қолымыздан ұстаңдар. Бір-біріміздің қолымызды ұстап, әдемі, жақсы тілектер айтамыз. Фамилиясын ұстай қойсек. Өйткені рахмет. Данияр, сенің жолың тек қана ақ болсын. Рахмет, келесің. Тәмелейіз, өмірің күшті болсын. Күшті керемет болсын дейді. Шаттықта болсын. Келесі топ келер. Ал, сіздердің топтарыңыз. Сабақ болғаннан кейін әр сабақтың өзінің мақсаты болады. Балалар, бүгінгі біздің тәрбие сағатымыздың мақсаты алдыңғы уақытта заман талабына сай дұрыс мамандық алу, бағдар беру, мамандықтың қызығы мен қиындығы болатындығын жете ұғындыру, ойлау қабілетін дамыту және сөйлеу мәдениетін қалыптастыру. Енді осы тәрбие сағатымыздың барысы бойынша мына суреттерге көңіл аударайық балалар. Әр сурет қандай мамандықтың иесі екендігін қазір бірге қатысып айта отырыңдар. Бұлар кімдер яғни? Мен көрсетем, бірге сендер айтып отырыңдар, иә? Ұстаз дейміз, иә? Аспазшы. Өтсіндіруші. Дұрыс айтасыңдар. Органист. Жақсы. Спортшы дейміз, иә? Так. Дәрігер. Құрылысшы. Жақсы балалар. Бұдан да басқа мамандықтың бары. Тағы сендер біліп отырасыңдар, оны сабақтың ары қарай барысында біз анықтаймыз. Енді ары қарай бізде мынандай тапсырма қазір орындаймыз. Алдарыңда ақ бет қағаз және қолдарыңда қалған қаламдарыңды, фломастерлеріңді мына бірінші тапсырманы әр топ орындай қойайық. Тапсырма мынандай. Төмендегі қасиеттер қай мамандыққа сәйкес келеді? Дұрыс жауапты бағытпен қайтеміз сәйкестендіреміз. Қалған топтарымызды ескеріп отырайық. Біз былай сәйкестендірдік. Әрине, ол шыдамдылық. Дәрігер өте ақылды. Мұғалім ой-өрісі жоғары. Журналист мәдениетті. Жақсы. Механизатор тапқыр, құрылысшы әділ. Заң қызметкері өз мамандылығын жетік біледі. Өнер иесі мейірімді. Жақсы. Келіспеушілік нұсқаларың бар ма? Жақсы отыра қой. Қалғандарында кішкене өзгерістер бар ма? Жоқ, былай болады дегендер. Кім айтады кәнекей? Мына жерде заң қызметкері. Қалай деп айтар едіңдер? Заң қызметкері. Кәне? Үшінші топ, екінші топ. Заң қызметкері. Сендерде қалай бірінші топ? Әділ. Заң қызметкері қандай болу керек? Әділ болу керек. Дұрыс бұл жерде кішкене үшінші топ түзете қойыңдар. Тағы қай жерде түзете болу керек? Бірінші қандай болу керек? Өз мамандығын жетіп білу керек, иә? Қалғандар келеді, иә? Жақсы. Үшінші топ қосарларың бар ма? Екінші топ қосарларың бар ма? Қай жерде түзетулерің бар ма? Жақсы. Дәрігер не дейді? Дәрігер? Дұрыс айтасың. Дәрігер? Өте керемет кәне шапалақтап бір-бірімізді. Енді келесі мынандай сендерге сұрақ балалар. Қазіргі заманғы жоғарғы білімі бар маманға қандай талаптар қойылады? Кәне, кім айтады? Қандай талаптар қойылады? Кім айтады? Қай топ кәне бірінші жауап берем дейді?
Дайыма жақсы айтып отырмын, топ дайын болсаңдар. Бірінші білу керек, компьютер жайлы көпжақты білу керек, екінші әртүрлі тілдерді білу керек. Дұрыс, бірнеше тілді білуіміз керекпіз, иә? Мысалға ағылшын тілі көп кездеседі және орыс тілі. Орыс тілі өз ана тіліміз. Келесі. Жақсы, керемет. Келесі. Үнемі білім алуға немесе жоғалудан тағы қоса білім алуға ұмтылу керек. Жақсы, пардон. Және кезде келесілігін қабылдау болу керек. Пардон. Бірінші топтан. Адамдармен қарым-қатынас жасай білу керек. Өте дұрыс айтасың. Адамдармен қарым-қатынас жасай білу керек. Міне, бүгінгі заманның талабына сай, жоғарғы білімі бар маманда осындай талаптар болуы қажет. Келесі біздің ойынымыз ең жақсы деген ойын. Ең жақсы деген ойынның шарты мынандай. Яғни, міне, сөз тіркестері берілген. Ең жақсы, ең тәтті, ең ақшалы, ең күлкілі, ең жауапты, ең салмақты, ең қарым-қатынас күшті дейді. Міне, осы тіркестерге қандай мамандықтар келеді? Соны бірден жасап қояйық. Ал кетті сенен кейін. Дайынсыз ба? Ал? 1, 2, 3. Бастаймыз. Қай топтан? Қане бастаймыз? Ал, бірінші топ бастаймыз. Содан кейін тексереміз кәнекей. Қане балалар барлығымыз тыңдаймыз? Так. Мне кажется, комиссия. Мне нашел бухгалтер, мне только есть просто тренер. Так, ең салмақты. Ең қарым-қатынас күшті. Жақсы, психолог дейді. Қазір тексереміз. Жақсы, ол жамылақта қойып. Екінші топ бастаймыз. Сендердің жауаптарын қандай болады деп? Ең жасыл эколог, ең тәтті кондитер, ең ақшалы бухгалтер, ең күлкі сайырмазақ, ең жауапты дәрігер, ең салмақты полиция қызметкері, ең қарым-қатынас күшті психолог. Жақсы, қол шапалаққа қойып. Келесі топ. Ең жасыл биолог, ең тәтті кондитер, ең ақшалы бухгалтер, ең күшті тамада, ең күшті тамада, ең салмақты тренер, ең қарым-қатынас күшті психолог. Психолог. Жақсы, Данияға қол шапалаққа қойып. Ал жақсы, енді өз жауаптарыңды тексерейік. Ең ақшасы топ? Бухгалтер. Экономист. Келесі, ең жасыл? Эколог, географ, бақташы, гүл өсіруші. Ең тәтті? Кондитер. Ең күлкілі? Клоун, карикатурашы дейді. Ең жауапты? Ең салмақты? Мұғалім, заңгер, ең қарым-қатынас күшті? Бизнесмен. Ал қол шапалаққа қойып. Мамандықтың жаманы жоқ әлемде, жаман қылған жалқаулар бар әлемде. Сондықтан да жалқаулықты тастайық, игі істермен өмір жолын бастайық. Оқыған маман, шын маман, мамандық алмай қоймайық. Үйренем десең жалықпа, мамандық сырын анықта. Қолыңнан жұмыс келмесе, тиеме пайдан халыққа. Еңбектің бәрі мамандық, жер көктің бәрі мамандық. Білуге бәрін талаптан танытып нағыз адамдық. Оқушылар, егеменді еліміздің ертеңі маман елі болуларыңызға мен шын жүректен тілектеспін. Мен тілеген тілектерін орындалып, жаңағы айтқандарымдай ата-аналарының, ұстаздарының ақ армандарын, ақ үміттерін ақтарыңыздар. Рахмет сендерге, қош сау болыңыздар.